екі жыл алдым біздің университетте өзгерістер. Ол қорқыныш. Сондықтан естеріңізден шықпасын деп қайта соны айтып жатырмын, өйткені сіздер енді білім саласы Сабинада айтып кеттім, естеріңізде болсын. Ол үшін қатты біз ұялғанбыз кезінде Кембридж университетінде ол кісіге сілтеме жасап, осы қазақтың министрі оның площадкасында қазақтар үш тілді біліп оқып туады, біз ең мықты елміз деген кезде қуанып жатады, өйткені кезінде бұл аралас қой. Осыған байланысты опростың ішіне не алғыларыңыз келеді? Егерден сіздер оның distribution деп қояды, bell-curve, колокольчикті алам десеңіздер, онда осы опростан колокольчикті шығаруға тырысасыздар, не болмаса оның әсерін шығаратын болсаңыздар, онда тетірек жасайсыздар. Сосын сұхбат пен фокус группа, төртеу әдіс. Сіздер жасайсыздар, бірінші опрос не деп қойса қазақша? Сауалнама. Сауалнама жасайсыздар, мысал үшін 100 адам. Қанағаттанған, қанағаттанбаған, білмеймін, 5 жылда бітіріп кеткендердің бәрін жинайсыздар ғой. Сөйтіп опрос жасайсыздар. Сол опростың ішінен шыққан нәрсеге уже ауытқулар болады, міне. Например, 5 адам басқаларға қарағанда басқаша жауап беріп отыр, сіздерді сауалнама. Соны сұхбатқа шақырдыңыздар. Сұхбатқа шақырғаннан кейін мынау 5 адам әрқайсысы әртүрлі айтты. Әрқайсының ойлары әртүрлі. Мынау сұхбатпен жазғанға айырмашылығы да көп болып тұр, сонда сіздер қайдан триангуляция жасауларыңыз керекті түсінуіңіз керек, не болып жатқан. Содан кейін фокус группа. Фокус группа деген балансирующий. Бұның минустары, плюстары бар ғой. Осы 5 адамды шақырасыздар. Мынау отдельно интервью жасадыңыз ғой, 1-3-4. Мынау 5-еу столдың есінде отырады. Сондағы айырмашылық, мына жерде берген сұхбат, опрос, сосын бар фокус группадағы поведенияларына қарап анализ жасайсыздар. Фокус группада отырғанда кейбіреулер ашық айтқан нәрсесі мына жерде айтпай қалды. Ал кей кезде мына жерде қорқып отырғандарын мына жерде қайта ашық айтады. Өйткені коллективні. Оның за и противі бар. Сондықтан көрдіңіздер ме, аралас дегеніміз міне сандықты қосасыздар, сапалықты қосасыздар. Бірақ ол жердегі методтардың несі әртүрлі болуы. Мысалы үшін мына жерде сандықтан 1 қосасыздар, сапалықтан 2 қостыңыздар, ал болуы мүмкін сандықтан 2 қосасыздар, сосын сапалықтан 1 ғана қосуларыңыз. Не болмаса 4 метод әдіс қолдансаңыздар да болады мына жерде. Триангуляция, микс-мәсіп болған кезде аралас болды. Осы триангуляция деп айтылады. Фокус группа деген болды. Анализ жасайсыздар. Мысалы, қанағаттандым дегендерді екі неме жасайсыздар. Ең қанағаттанбадым не арқылы, мына не арқылы, сұхбат арқылы жасаған кезіңізде, мына қанағаттанғандардың мысалы 5-еуі, қанағаттанғандардың 5-еуі айтуы мүмкін, ой, мені бәрі устраивает, күшті деп. Мына жерде документ анализге келгенде бұлардың 5-еуі де әлі қорғалмаған. Көрдіңіз бе? Ал қанағаттанбадым дегені, мысалы 3-еуі болу керек, олар әлі қорғалмаған, но 5-еуі болады, қанағаттанбадым дегендің ше. 5-еуі болады, олардың бәрі қорғап шыққан. Көрдіңіздер ме? Сонда сіздер мынаны под сомнение ставите. Қалай олар сіздердің сұрақтарға жауап берді? Сұрақтар дұрыс болды ма, дұрыс болған жоқ па? Методологический основаға қайтып барасыздар да, методологияларыңызды қарастырасыздар. Осын триангуляция дейді. Міне, 1-еу, 2-еу, сосын міне, 3-ші сіздерде жетекші. Жетекшіден сұхбат аласыздар. Бұлардың нелерінде процесте бірінен кейін бірі болу керек. Бірінші маңыздысы қайсы? Жетекшімен сөйлесіп алу керек па, сосын
сұхбат алу керек па? Жоқ, документ жасап алып, сосын барып жетекші. Көрдіңіздер ме? Ол да маңызды. Мысалы, мен істейтін едім, сұхбатты аламын, документті анализ жасаймын, өйткені сұхбаттағы шыққан нәрсе мынау көмектеседі. Сосын жетекшіге барып сұраймын. Өйткені менде мынау бар, енді жетекшімен салыстырамын. Көрдіңіз ба? Сонда жетекшіге қарасаңыз, мынау қыздың айтқаны, мысалы үшін, оған ең күшті да, а мынау бітіріп шыққандарды ол ұнатпайды. Не болып жатыр сонда? Көрдіңіздер ме? Сіздердің қосатын үлестеріңіз соған байланысты. Явный нәрсені көрсетпейсіздер, сіздердің не явный нәрсені алып шығарыңыз керек қой. Неліктен мынау 5 бітіріп шыққан, бірақ қанағаттанбаған адамды жетекші ұнатпай отыр. Сонда қанағаттанбағандықтың мына жерде несі көресіздер? Мынау кісілердің өздері жұмыс істеп, қанағаттанбағандары ол жетекшіге байланысты болып тұрғаны деп сіздер өздеріңіз не жасасаңыздар умозаключение. Шешім емес. Қорытынды тұжырым. Тек қана осы үшеуін қарағанда ғана сіздер көре аласыздар, кімнің жұмыс істемеген. Бізде көбінесе сұхбатты алып алатынын айтады, 35% довольны. Немен довольны, қалай довольны, неліктен олар солай жауап берді, ешкім оған кірмейді. Вот триангуляция. Екіншісі не болды? Аты не кетеді? Документтер. Документ анализ. Документ анализ. Енді